Көптеген жылдар бойы Голливудта қорқынышты дүниелер орын алып жатқаны жайлы қауесеттер тарап келеді. Ақшасы мен билігі бар адамдар қоғамдағы әлеуметтік орнын өзінің жеке басы үшін пайдаланып, нәтижесінде мыңдаған құрбандар пайда болды деседі. Мысалы, педофилдер отаны Эпштейн аралындағы кісі өлтіру, зорлау кештері, есірткі, адам саудасы және жаппай атыстар туралы барлық былықтар ашылып, Голливуд жұлдыздарының репутациясы құрдымға кеткелі жатыр. Иә, бұл қандай да бір қылмыстық фильмнің синопсисі сияқты естіледі. Бірақ бұл әйгілі продюсер және рэпер Дидидің өмір жолы. P. Diddy билігін тек музыкада ғана емес, сахнадан бөлек біраз адамға да өткізе алатын. Армысың, құрметті көрермен. Өз уақытында хип-хопты жаңа деңгейге суырып алып шыққан адамдардың бірі P. Diddyдің мойнына қазіргі таңда жазықсыз адамдардың өлімі жүктеліп отыр. Егер осының барлығы расталатын болса, Голливуд бүкіл әлем үшін бұрынғыдай болмайтыны анық. P. Diddy А деңгейіндегі супер жұлдыздарды жинап, балаларды зорлайтын, есірткі қолданатын кеш ұйымдастырғаны рас па? Өзіне қарсы шыққан рэперлерді қалай өлтірді? Джастин Бибер неліктен оның жанында бірнеше күн өткізген? Бүгінгі шығарылымда біз бүкіл әлемге танымал адамның жағымсыз, жеркенішті тұстарымен танысамыз. Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Шон Джон Комбасты 70-ші жылдардың басында әкесі өлтірілгеннен кейін жалғызбасты анасы тәрбиелейді. Бұл уақытта бала небәрі 3 жаста еді. Дидидің анасы оған әкесінің қалай және не үшін қайтыс болғаны туралы айтқан емес. Себебі ұлы әкесінің жолын қуады деп қатты қорыққан. Әкесі жергілікті гангстерлердің бірінің қол астында есірткі сатушы болып жұмыс жасады. Ал өліміне есірткі бизнесімен айналысатындарды жаппай тұтқындауға көмектесуі себеп болды. Жасөспірім кезінде Дидди католиктік ұлдар мектебінде оқиды. Ал 80-ші жылдардың соңында Вашингтон Хавард университетіне оқуға түседі. Мұнда Шон өмірін кітапханада өткізгісі келмейтінін түсінеді. Бір кезеңдерде ол музыка индустриясына ену идеясымен ауырып, басқа студенттер арасында керемет жетістікке жеткен кештерді үнемі ұйымдастырып отырады. Сол кездері Диддимен араласқан адамдар оның жақсы адам екенін айтқан. Бірақ көбісі болашақ рэперді ашуланшақ, адамның жеке шекараларын құрметтемейді деп сипаттаған. Кейбір студенттер одан аулақ болуға тырысты. Онымен кездескен қыздар үнемі бір қорқып жүрген секілді көрінетін. Ал студенттердің бірі Rolling Stone Дидидің барлығын өзіне қаратып, басқара алатын қабілеті барын айтты. Жалпы алғанда Дидди әрқашан бірінші болғысы келетін. Мінезінің ең жағымды және тіпті қорқынышты қабілеті болашақ продюсерге Uptown Recordsқа кіруге көмектесті. Бұл жерде жас жігіттің рэп саласына деген қызығушылығы оянады және біраз жетістіктерге жетіп, рэп саласында өз арбаларын сүйреп жүрген көптеген адамдармен танысады. Енді шамал алға жүріп өтсек, 3 жыл өте Дидди жұмыстан қуылады. Uptown Records директорының айтуынша, бір сарайда 2 патша билік ете алмайды. Шонның кейде тіпті қатты кеткен кездері болды. Мысалы, 1991 жылы спидке қарсы қайырымдылық қорына ақша жинайды. Барлығы ойындағыдай өтті. Бірақ колледжде өткен қайырымдылық кешіне ұйымдастырушылар ойлағаннан 2 есе адам көп келіп, жиналған жұрт бір-бірін таптап, нәтижесінде 9 адам қайтыс болады. Осы кезде Дидидің айналасындағы адамдар біраз уақытқа жоғалып кетуге кеңес береді. Болашақ продюсер дәл солай жасап, анасымен бірге Манхэттендегі қонақ үйде бірнеше ай тығылып жатады. Ақырында зардап шеккен адамдардың туыстары Дидидің үстінен арыз жазады. Бірақ сот отырысы тек 10 жылдан кейін орын алды. Бұл уақыт ішінде рэпер бір рет болсын зардап шеккендердің туыстарының алдынан өтіп, кешірім сұрамаған. Ал әндерінің бірінде тікелей осындай жолдау жасайды. Мен ешқашан ешкімге зиян келтіргім келмеді. Мен барлық шындықты білем. Егер қаласаңдар, кінәні өз мойныма алуға дайынмын. Дәл осы сәттен бастап, Шон Дидди Комбастың өмірінде ұзақ жылдарға созылған сот процестері мен заң аясындағы мәселелері басталды. 1993 жылы Uptown Records'тан қуылған Дидди өзінің жеке компаниясы Bad Boy Records'ты құрады. Жаңа компанияға өзімен бірге Uptown Records'та жұмыс істеген Biggie-ді алып келеді. Өз лейблін ашқан Дидидің мынандай анық мақсаты болған секілді. Өз қол астындағы әріптестерінің жобаларынан түскен ақшаның көп бөлігін өз қалтасына басу. Ал әртістер қол қойған келісім шарт бойынша продюсерлеріне қарсы ештеңе айта алмайтын. Кішігірім спойлер. Оның әртістерінің барлығы үлкен жетістікке жеткені соншалықты ақшаны күректеп таба бастайды.
рэпер Бигиді өз лейблына шақыру Диди жасаған ең дұрыс әрі тиімді шешімдердің бірі болды. Шонның болашақ империясының іргетасы Бигидің дебюттік альбомы шыққаннан кейін қалана бастайды. Бұл альбом керемет жетістікке жетті. Биги қазір ең ірі рэперлердің бірі болып табылады, және бұл жерде Дидидің еңбегі бары анық. Диди өз лейблындағы барлық артисті супер жұлдызға айналдырып, хип-хоп жанры басқа жанрлардан биік тұрғанын қалайды, және бұл ойлаған ісін мейлінше тез арада жүзеге асырғысы келді. Уақыт өте берді. Ал Дидидің бойында инедей де өзгеріс байқалмайды. Әлі сол баяғыдай ашуланшақ. Бір жолы тіпті өзінің офисінде бір қызметкер қызға шабуыл жасайды. Кейінірек бұрынғы қызметкерлер айқай мен әйнектің сынған дауыстарын естіген соң барып, Дидиді жәбірленуші қыздан зорға жұлып алғандарын айтқан. Ал басқа қызметкерлер қыз тіпті басшысынан зорлық-зомбылық көргенін айтты. Қыздың айтуынша оны Диди 90-шы жылдары автотұрақ ішінде аралдық қатынасқа түсуге мәжбүрлепті. Жалпы қыз осылайша продюсерден 4 рет зорлық-зомбылық көрген. Лейблдің танымалдылығы арта берді. Ал Дидидің біртүрлі қылықтары қызметкерлері қорқыныштан ба, әлде адалдықтан ба жасырып отырды. Ол өз компаниясына қатысы бар заттың бәріне араласты. Жарнамаға атсалысты, әндер жазды. Тіпті артистерінің жобаларында эпизодтық рөлдерге түсті. Сондықтан нық сеніммен оның артистерінің жетістігі Дидидің жетістігі деп айтуға болады. Айтпақшы, бұл олардың түбіне жетті. Сол жылдары Биги мен Тупактың шайқасы орын алады. 1994 жылы Тупак Диди мен Бигиді Нью-Йорк студиясында маған шабуыл жасады деп айыптайды. Содан кейін олар өз тректерінде бірін-бірі қылмыстарды айыптап, келеке етумен болды. Барлығына қоса дәл осы жылдары Дидиді өзінің досына, толығырақ айтсақ Death Row лейблінің иесіне сауық кештердің бірінде қолына оқ атты деп айыпталды. Содан соң Тупак бүкіл 95 жыл бойы Дидидің өзіне және оның лейблындағы артистерге тіл тигізумен болды. Нәтижесінде екі рэпер арасында басталған бұл шиеленіс нағыз соғысқа ұласты. Алдында айтып өткенімдей Диди өзі қалаған барлық бағытта бірінші болғысы келді. Rolling Stone журналының продюсер жайлы жазғанына сүйенсек, Дидиден қызметкерлерінің қорқуының бір себебі рэпер өз дегеніне жету үшін барлығына дайын болған. 1996 жылы 7 қыркүйекте ақ Кадиллактағы белгісіз қаншер Тупактың кеудесіне 4 рет оқ атады. Ал 6 күннен кейін рэпер өмірден озды. Соңынан рэперді өлтірді деген күдікпен Дуэйн Кид Дэвис тұтқындалады. Негізі бұл істі жасаған кісі өлтіруші тапсырыс бойынша әрекет жасаған. Бұл туралы рэп деп аталатын деректі фильмде де айтылады. Деректі фильмге сүйенсек, P. Diddy тек Тупакқа ғана емес, оның лейблінің басшысына да қастандық жасағаны үшін $1 миллион төлеген. Тұтқындалған Дэвистің айтуынша Диди, «Бауырым, бұл жігіттің басы үшін бәрін берер едім», деп айтқан. Алайда күдікті Дуэйн Кид Дэвис Тупакты өлтірмедім деп ант-суын ішуде. Дэвистің айтуынша Тупакты Мартин өлтірген. Себебі Мартин Тупактың өлімінен 1 жыл өткен соң аяқ асты байып кеткен. Бұл әрине біз үшін жұмбақ. Тупактың өлімінің айналасында небір теориялар өрбіп жүр. Соған қарамастан, бұрынғы Лос-Анджелес полиция қызметкерлері де ұлы рэпердің өліміне P. Diddyді айыптайды. Әрине, P. Diddy өз кезегінде бұл іске қатысы жоқ екенін айтып келуде. Бұл уақытта Rolling Stone журналындағы ақпараттар бойынша Биги Дидидің қанатының астынан шығып кетуге әрекет жасай бастаған. Бірақ мұны жасап үлгермеді. 1997 жылдың 9 наурызында Лос-Анджелесте Бигиге қарсы жанынан өтіп бара жатқан көліктен 6 оқ атылады. Бигидің өліміне де Диди мен рэпер Jay-Z'ді кінәлайтын теориялар бар. Бұл жайлы тіпті P. Diddyдің сол уақыттағы күзетшілері де айтқан. Бигиді атып өлтіргеннен кейін Диди бүкіл әлемдік шок пен қайғыны өз пайдасына жаратып, қалтасына салудан басқа ештеңе ойлап таба алмады. Ол рэпердің қазасынан 1 күн алдын Биги мен саяхатқа шыққан жарнама менеджерінің демалысқа кету өтінішін кері қайтарды. Лейблдағы артистерге достарының қазасынан соң өзіне келуіне уақыт бермек түгіл, Диди қайғырған кейіпте танытпады. Оның орнына Диди өзінің тобына Бигидің өлімінің алдында шыққан альбомының сатылымын көбейтіп, 1-ші орынға шығаруды тапсырды. Биги қайтыс болғаннан кейін бірнеше ай өткен соң, Дидиге оның әндерінің ішіндегі бір әнге кавер жасауға ұсыныс тастайды. Осылайша Дидиге Бигиді әртіс ретінде ғана құрмет көрсетпей, әрі досы ретінде еске алуды өтінеді. Бірақ Диди досына кавер жасаудан бас тартады. Жоқ, ол өлді. Барлығына қоса шілдеде альбом шығарып, Rolling Stone'ның мұқабасына түсуім керек. Иә, P. Diddyдің өмірі осындай қайғылы оқиғалар мен үздіксіз айыптаулардан кейін де жалғаса берді. Бірақ бұл тек бастамасы болған секілді. Өйткені Бигидің өлімінен соң, оның ықпалы арта түсті.
Оның үстіне Диди ұзақ жылдар бойы аңсаған арманына жетті. Барлығының назарын өзіне аударды. Шамамен осы уақыттарда музыкалық аренада Ашер пайда болды. Жас жігітті қанатының астына алған лейбл қаралым мен сатылымдарды көбейту үшін қолынан келгенін жасап жатты. Нәтижесінде Ашер P. Diddy'ден, яғни кәсіпқой жұлдыздан, индустрияның қыр-сырын үйренуге мүмкіндік алды. Диди Ашерді қамқорлығына алады. Осылайша 13 жасар бала өзі танымайтын үлкен адамның үйіне 1 жыл тұруға келеді. Ашердің өзі айтқандай, Диди оны 13 жасар бала көруге болмайтын басқаша әлеммен таныстырған. Мысалы, оның ішінде жыныстық қатынастар да бар. Ашердің берген интервьюінде үй ішінде үнемі жалаңаш қыздар жүретін. Оның үстіне барлығы топтасып бөлмелерде білгендерін жасайтынын айтқан. Ашер куәгерлік бергелі 12 жыл өтті. Оның көзқарасы әлі күнге дейін өзгермеді. Говард Стернге берген сұхбатында Ашер Дидимен өмір сүрген кезін еске алып, бұл жерде өзін мүлдем жаман сезінгенін айтты. Журналист Ашерден, егер сенде мүмкіндік болса, ұлыңды осындай жерге жібересің бе деп сұрағанда, ойланбастан жоқ деп жауап берді. Сіз түсініп тұрсыз ба? 13 жасар бала бейтаныс ересек адаммен 1 жыл бойы тыйым салынған заттар, алкоголь және толған арсыздықтың арасында жүрген. Осыдан кейін сол жылдардың өзінде ақ Диди Ашерге зорлық-зомбылық көрсетті деген қауесет тарап кетуі таңғаларлық емес. Дидидің үйінде тек Ашер ғана зардап шеккен болмауы мүмкін. Джастин Бибер де жасөспірім кезіндегі танымалдылығының шарықтау шегінде Ашер секілді P. Diddyмен бірнеше күн бірге өткізді. Енді ол жабық есік артында не болғанын тек Диди мен Джастин ғана біледі. Дидидің жеке өмірі туралы айтатын болсақ, ол 1997 жылы модель Ким Портермен шаңырақ көтерді. Олар 13 жыл бірге болған. Бұл уақыт ішінде Ким Портер Дидиден 2 егіз қыз бен Кристиан атты ұл тапты. Бірде Ким Дидидің қоймасында кішкентай балалардың қатысуымен түсірілген жыныстық қатынас жазбаларын тауып алады. Портер болашақта өзін қорғау үшін жазбалардың көшірмесін жасатып, дисктердің ішінде 3 ұйықтаса да түсіне кірмейтін заттар барын айтқан. Жазбалар табылғаннан кейін көп ұзамай сап-сау 47 жасар Ким 2018 жылы өкпе қабынуынан қаза табады. Ал өлімнен бірнеше күн бұрын әйелде тек тұмаудың белгілері ғана болған. Осы жылы Диди тұтқындалардан бірнеше күн алдын Кимнің достары ұмытылған сөздер атты әйелдің естеліктерін шығарады. Бұл жазбаларда Ким 90-шы жылдардан бастап өмірінің соңына дейінгі уақыт аралығындағы магнаттың жеке өмірі, басқа да музыканттар және рэперлермен қарым-қатынасы жайлы жазған. Барлығына қоса Дидидің сарайында болған арсыз кештер жайлы ақпараттар да бар. Жақында Дидидің балалары әлеуметтік желіде аналарының ешқандай естеліктер жазбағанын айтып пост жазды. Сол постта әкелері анасын ұрып соқты деген өсекті де жоққа шығарды. Ал осы естеліктерді шығарғандар Ким өмірден озғанда қолдарына Кимнің жазбалары болған флешка түскенін айтты. Соның арқасында естеліктерді кітап қылып шығарыпты. Қазір бұл кітап Амазонда ең көп сатылып жатқан кітаптардың қатарында. Продюсердің бұрынғы әйелі күйеуі оны үнемі шошытып, тіпті бір рет ашуланғанда өлтіремін деп қорқытқаны жайлы жазған. Әрине, Ким Портердің достары алдымен бұл естеліктерді шығарғысы келмеген. Өйткені бұл олардың өміріне қауіп төндіретін. Бірақ олар полиция Дидидің соңына түсіп, биографиясын қазбалап жатқанын түсінгенде, бұл естеліктерді шығаруды өздерінің міндеті деп санайды. Естеліктерде P. Diddy қазір бүкіл әлемге танымал 18 жасар бір әртіске азғындық жасағаны айтылған. Алайда жазбадағы бұл атақты адамның кім екені әзірше белгісіз. Бірақ Твиттердегі адамдардың көпшілігі бұл жасөспірім Джастин Бибер деп тұжырымдайды. Кітапта айтылған кейбір жанжалдар көпшілікке белгілі болды. Мысалы, 1999 жылы Диди мен Дженнифер Лопестің қатысуымен болған атыс. Қазір бұл екеуін бірге елестету қиын. Бірақ кезінде Диди мен Джело Голливудтағы ең керемет жұп болған. Бұл уақытта Диди ешкімге жол бермей чарттардың басында өзі келе жатты. Ал оның жанында тез өсіп келе жатқан болашақ Голливудтың секс символы болды. Диди Дженниферге On the Six атты альбомын жазуға көмектесті. Осы жылдары Дженнифердің енді ғана ажырасқанына қарамастан, әйелі бар Диди уақытты босқа жібермеді. Дидидің өзі айтқандай, Джейлоны бірінші рет көргенде ақ ғашық болып қалған. Алайда Дженнифердің анасы продюсерден аулыңды аулақ сал деп өтінеді. Дженнифер анасының айтқанына құлақ асуға тырысты. Өйткені ол да Дидидің қандай адам екенін естіген. Бірақ олар бірге көбірек уақыт өткізген сайын, Дженнифер продюсерге оң көзімен қарай бастайды. Содан кейін бір түн барлығын өзгертті. Дженнифер мен Диди жұпқа айналды. Ал осы байланыстың кесірі
Дженнифер Лопеске әлі күнге дейін тиіп келеді. 1999 жылдың бір түнінде Джейло мен Диди полициядан қашпақ болып қолға түскені жайлы ақпарат тарайды. Соңынан P. Diddy'ге қарсы сағызша созылған сот процестерінің бірінде бұл түні не болғаны жайлы мәліметтер су бетіне шықты. Сол түні Диди мен Дженнифер жоғарғы санаттағы артистер бармайтын қарапайым түнгі клубтардың біріне келеді. Осы жерде продюсер клубтың иелерімен сөзге келіп қалып, төбелес шығарады. Ал жағдай мүлдем ушығып кеткенде, Диди Джейлодан көлігінен қаруын алып келуді өтінген. Нәтижесінде атыс орын алып, ал қауіп төне бастағанда жұп қашып кетуге тырысады. Бірақ қаруланған күйінде ұсталып, полиция мекемесіне жеткізіледі. Әрине, бұл Диди үшін қалыпты жағдай болғанымен, Дженниферге сұмдық естеліктер қалдырды. Әртүрлі ақпарат көздеріне сүйенетін болсақ, әнші абақтыға 12 сағатқа, немесе 1 сағатқа ғана қамалды делінген. Қызының кіммен және не үшін тұтқындалғанын естіген анасы полиция мекемесіне кіргеннен Джейлоға испан тілінде бұл оңбағаннан өзін аулақ ұстауын ескерткенін айтып ұрысқан. Диди барлық айыптауларды жоққа шығарды. Тіпті бұл атысқа қатыспағандарын айтып жар салды. Бірақ полицейлердің басқа нұсқасы болды. Ал прокурор барлығын өз мойнына алу үшін Диди жүргізушісіне ақша ұсынғаны жайлы мәлімдеді. Алайда барлық айыптаулар сотқа жеткенде P. Diddy сүттен ақ, судан таза болып шыға келді. Ал сол түні қасында болған адамдардың бірі 9 жылға қамалады. Соған қарағанда бір жігіт Дидиден ақша алып, барлық кінәні өз мойнына алған секілді. Алайда соттың шешімімен сол түні клубта зардап шеккен қыздардың бірі келіспеді. Оның айтуынша, Диди тапаншаны ала салысымен тікелей қызға оқ атқан. Бұл жайлы сотта айтылғанымен, ешкім оның сөзіне сенбеді. Сотта Дженнифер қаруды Дидиге бергенін жоққа шығарды. Осы оқиға орын алған түні Диди Джейлоны қорқытқан деседі. Себебі ол шындықты айтып, продюсерге қарсы шықса, лезде барлығынан айырылады. Негізі бұл Дидидің Дженниферге жасаған бірінші опасыздығы емес. Дидидің өмірі көзге шөп салудан тұратын. Әйелі бола тұра ол сол кездері Джейломен кездесті. Одан кейін Дженнифердің көзіне де параллельді түрде шөп салып жүрді. Дидидің құтырғаны соншалықты, Дженнифер оның жанында бір бөлмеде болса да, көзіне шөп салатын болған. Дидидің бұрынғы күзетшілерінің айтуы бойынша, рэпер қыздарын қатты қызғанатын болған. Бір жол тіпті сауық кештерінің бірінде Дженнифермен сөйлесіп тұрған Уилл Смитпен төбелесе жаздаған. Ақыры осы күзетші жайлы сөз қозғаған екенбіз, толығырақ айтып кетейік. Оның есімі Джин Дил, және дәл қазір ол Дидиді әшкерелеумен айналысып жатыр десек те болады. Тіпті сотта қарсы куәлік беруге дайын. Джиннің айтуынша, Диди өзіне құрметпен қараған. Оның ойынша мұның бірнеше себебі бар. Біріншісі, әрине ол продюсердің күзетшісі, яғни қауіпсіздігіне жауап беретін адам. Екіншісі, Джин Дил құқық қорғау органдарында жұмыс жасайтын еді. Джин Дил Дидидің күзетшісі болғандықтан, оның өмірінде және үйінде болып жатқанның бәрін өз көзімен көрген. Оның сөзіне сенсек, продюсердің айналасында өріп жүрген секс ойыншықтар және топтық жыныстық қатынастар жайлы қауесеттердің барлығы рас. Тіпті Диди Голливудтық жұлдыздар үшін бір жыныстылар кештерін ұйымдастырып, бұл кештерге әрдайым жаңа құрбандар іздеген. Ұйымдастырып қана қоймай, өзі де қатысқан. Мұнда жиналған жұлдыздар алкогольді ішімдіктер ішіп қана қоймай, есірткі де қабылдаған. Диди бұл кештерді өзі үшін ғана емес, басқа да танымал адамдарды өзінің лас істеріне қосып алу үшін шақырған деседі. Джин Дилдің айтуынша осы кештерде бай және танымал голливудтық тұлғалар өздерінің ең жабайы қиялдарын іске асыратын және оларға лас шоу ұйымдастырып берулері үшін кез келген суммадағы ақшаны беруге дайын болды. Диди осындай кештерде бөлмесіне жас жігіттерді алып кіріп, күзетшісіне ешкімді кіргізбеуін бұйырған. Күзетшінің айтуынша, осындай кештер әр апта сайын ұйымдастырылатын және дастарханда темекі мен алкогольден басқа наркотиктерде болған. Бірақ ол кезде күзетшінің айтқан сөздеріне ешкім құлақ аспайды. Керісінше оны продюсердің атына кір келтірмекші деп айыптайды. Алайда P. Diddy тұтқындалған соң барлығы өзгерді. Кезінде күзетші айтып кеткен ақпараттарды қазір полиция қызметкерлері растауда. Бұл жерде Diddyге қарсы шығудан қорықпаған тағы бір адам жайлы айтып өткен жөн. Ол P. Diddyдің лейблінің экс-әншісі әрі продюсердің бұрынғы қызы Кэсси. Олар 2005 жылы танысып қосылған. Diddy мен Кэссидің қарым-қатынасы басталғанда қыздың жасы небәрі 19-да еді, ал Diddyдің 37-ге келген шағы. Diddy Кэссидің әрбір қадамын аңдып, есірткі қабылдауға мәжбүрлеген, ал соңынан тіпті ұрып-соғып, зорлаған. Тіпті Diddy Кэссиді басқа еркектермен төсекке жатқызып, видеоға түсіріп алған. Кэсси шындықты айтып қана қоймай, Diddyдің үстінен арыз жазудан да тайынбады.
Дидидің қорғаушылары бұл айыптарды жоққа шығарып, Кесси соңғы 6 ай бойы олардың қарым-қатынасы жайлы кітап жазамын деп қорқытып, ақша өндіріп отырды деп айыптайды. Айтпақшы бұрынғы күзетші де Кесси мен Дидидің қарым-қатынасы жайлы айтып өткен. Оның айтуы бойынша, Кесси айтқан ақпараттар олардың қарым-қатынасындағы болған сұмдықтардың тек бастамасы ғана. Алайда Кесси 24 сағат өте өз арызын қайтып алады және өзара келісіп, екеуінің арасындағы қарым-қатынасты әлеуметтік желілер мен жаңалықтарды айтпауға келіседі. Соған қарамастан осы жылдың маусымында ақпарат көздері қайтадан Диди мен Кесси жайлы жаза бастайды. Себебі 2016 жылы Дидидің Лос-Анджелестегі қонақ үйде қызды ұрып жатқан видеосы тарап кетті. Бұл видеода Кессидің қашып кетуге ұмтылғанына қарамастан, Диди қызды қуып жетіп, соққыға жығып, сосын лифтке сүйреп кіріп кеткені таспаланған. Сол жылдар бұл таспаны жасыру үшін Диди $50,000 берді деген сыбыс бар. Бірақ соңынан үйіне тінту жүргізілген соң, барлығы су бетіне шыға бастады. Жоғарыда айтып өткенімдей, Диди барлығын видеоға түсіріп, сақтауды ұнатқан. Үйіне жасалған тінтуден соң, сот құжаттарында Диди ұйымдастырған кештерде не болғаны жайлы ақпараттар пайда бола бастады. Мұнда Диди мен сыбайластары қыздарды қорқытып, бопсалап, осы кештерге қатысуға мәжбүрлеп, жыныстық сипаттағы әрекеттер жасауға итермелеген. Түсінгендеріңізде өзі ғана есірткі қабылдаумен шектелмей, айтқанын бұлжытпай орындау үшін құрбандарына да берген. Ал келесі жолы осы жәбірленушілер кештерге қатысудан бас тартса, алдыңғы жолы түсірілген материалдар арқылы бопсалап, қайта қатысуға мәжбүрлейтін болған. Наурыз айындағы рейдте полицейлер Дидидің Майамидегі үйінен есірткі және 1000-нан астам нәрестелерге қолданылатын май бөтелкелері мен сұйықтықтарды тәркілеген. Бұл есірткі мен майлар сол әйелдерді қатысуға мәжбүрлеген кештерде қолданылған деседі. Жақында Диди қамауға алынды. Ол кепілдікпен бостандыққа шығу үшін үкіметке $50 миллион ұсынғанымен, темір тордың артында қалдырылды. Ол $48 миллион деп бағаланған үйін кепілдікке қойып, қалған $2 миллионды ақшалай бермекші болады. Бірақ оны бостандыққа ешкімнің шығарғысы жоқ. Барлығына қоса, өзіне қол салмақ болғандықтан қатаң бақылауда. Қазір Диди мен сыбайластарына адам саудасымен айналысты, жөзікшелікке мәжбүрледі, қастандық жасады, адам ұрлады және тағы басқа айыптаулар тағылуда. Атақты адамдардың ішінен тағы кім Дидидің бұл қылықтары жайлы жылдар бойы дабыл қағып келеді? Әрине 50 Cent. Біріншіден Cent 2006 жылы Бигиді кім өлтіргенін жақсы білетіні жайлы ән шырқады. Бірақ Диди әрине мұны жылдар бойы жоққа шығарып келді. Оған қоса Cent көптеген жылдар бойы Дидиді көгілдір деп айыптап келді. Ал 2024 жылы 50 Cent өзінің продюсерлік тобымен бірге рэперлер арасындағы зорлаушылар жайлы деректі фильм түсіретінін мәлімдеді. Ал P. Diddy'дің үйінде жүргізілген тінтуден соң, рэпер сол деректі фильмді түсіруді бастады деседі. Бұл әрине қазірше бізге бұлыңғыр, әзілде болуы мүмкін. Себебі 50 Cent Diddy'дің айналасындағы болып жатқан мәселелерден кейін продюсердің үстінен күлуде. Егер рэпер шынымен де сондай деректі фильм түсіріп, ішінде шынайы дәлелдер болатын болса, бұл үлкен шуға ұласатыны анық. Eminem де 2006 жылдан бастап Diddy жайлы тректер шығарды. Мұнда ол Diddy'ді Tupac пен Biggie'дің өліміне айыптады. Соңғы альбомында тіпті тікелей зорлаушы деп атады. Kanye West подкасттарының бірінде Diddy түрмеге түспес үшін ФБР-мен байланыста деп айыптады. Diddy жайлы ұзақ жылдар бойы лейблында болған топтағы бір қызды айтып келді. Оның айтуынша келісім шарт бойынша ештеңе сыртқа шығара алмағандықтан қыздарға әлімжеттік көрсеткен екен. Ал Diddy түрмеге жабылған соң осы қыз өз әлеуметтік желісінде билеп тұрған Тупакты салып, тым ерте емес, тым кеш деген жазба қалдырды. Соңынан әнші және саунд продюсер Лит Ротта Diddy'ді зорлық-зомбылыққа айыптап арыз жазды. Оның айтуы бойынша альбом жазу барысында продюсермен бір үйде тұрған. Сол үйде Diddy әншінің жыныс мүшелерін ұстап, тиісіп, зорлық-зомбылық жасамақ болыпты. Оған қоса Лит барлық бөлмелерде жасырын камералар барын айтқан. Осы камераларға әлемге танымал жарқын жұлдыздар мен саясаткерлердің білгенін жасап жатқаны таспаланған. Қазір қоғамды тағы бір сұрақ мазалайды. P. Diddy'дің сыбайластары кім? Кім осы уақытқа дейін продюсердің жанында жүріп, кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсетіп, беті бүлк етпей жер басып жүр? Бұны білу үшін оның айналасына қарау жеткілікті. Мысалы, онымен кім жиі араласты және жақсы қарым-қатынас ұстады? Егер Diddy өз кештеріне Голливуд жұлдыздарын шақыруға құмар болған болса, онда бұл жайлы барлығы дерлік білуі керек. Алайда осы жерде тағы бір сұрақ пайда болады. Кім бұл ұсыныстарға келісті? Кім келіспеді? Тіпті бұл кештер жайлы өз реалити шоуында айтқандар да болды. Мысалы, Khloe Kardashian эпизодтардың бірінде досы Diddy'дің кешіне барғанын әпкесі Кортниге егжей-тегжейлі айтып береді.
Таңғы 5:30-да ұшып келген Клойды үйдің есігінің алдында жалаңаш жұлдыздар күтіп алған. Үйдің ішіндегі адамдардың жартысынан көбі де жалаңаш болған. Егер P. Diddy есімдерді атап бастайтын болса, тек бүкіл Голливуд қана құламайтын секілді. Себебі продюсердің бұрынғы күзетшісі бұл кештерде жұлдыздардан басқа саясаткерлер, ханзадалар, тіпті дін қызметкерлері де болғанын айтты. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бұл іске тартылуы мүмкін кейбір атақты адамдар өздерін ақтап шығу жоспарларын дайындап жатыр. Айтпақшы, Дидидің мансабының басынан бастап онымен бірге болған Jay-Z. Олар тек қана әріптес емес, ең жақын достар. Бір қызығы дәл осы Jay-Z адамдарды сатумен айналысады деген сыбыс бар. Бұл жерде ешкімге айып тағып жатқан жоқ. Бірақ жоғарыда айтылғандарға қарасақ, Jay-Z жайлы сыбыстар шындыққа жанасатын секілді. Әрине, ол менің қатысым жоқ деп айта салуы мүмкін. Бірақ тергеушілер барлығын анықтап, Дидидің шамамен соңғы 30 жылдық биографиясын зерттейтіні анық. Айта кететін жайт, мен бүкіл айтқан жағдайлар осы жақында ғана пайда болған ақпараттар емес. Жылдар бойы таралып, ғаламторда талқыланып жүрген мәліметтер, жоғалып кеткен ақпараттар да бар. Ал кейбіреулерін Дидидің өзі әзіл ретінде айтып жүрді. Қорқатын несі бар? Барлығымен ештеңе сыртта айтылмауы керек деген келісімшарт бар емес пе? Бүгінгі шығарылымда сіздер танысқан адамдардың сұмдық оқиғалары бір рет қана қайталанбаған болуы мүмкін. Уақыт өте одан да бөлек тағы да жәбірленушілер қосылуы ғажап емес. Мысалы, Kimora Lee аяғы ауыр кезінде Diddy ұрып соғамын деп қорқытып, тізерлетіп тұрып кешірім сұратқанын айтқан. Бір сұхбатында магнаттың басқа бір бұрынғы қызы Diddy бір жолы ішінен соншалықты қатты ұрғанынан дем ала алмай қалғанын айтқан. Тіпті содан соң да ұруды жалғастырыпты. Осыған қарай отырып, бұл адамның қаншалықты қаншер әрі қорқынышты екенін елестете беріңіз. Алайда қазір адвокаттары P. Diddyді кінәлі еместігін айтып, ақтап алуға тырысуда. Бұл жайлы өз ойыммен бөлісейін. Әрине, менің ойыммен келіспеуіңіз мүмкін. Бірақ мына бір нәрсеге назар аударыңыз. Кінәсіз адам тұтқындалғаннан кейін бір күн өте сала, өзіне қол салуға тырыспайды. Керісінше әділдік үшін күресіп, өзін ақтап шығады деп ойлаймын. Ал осы жерден бүгінгі шығарылымды қорытындылайық. Негізі қорытындылау үшін менде сөзде жоқ. Мынау енді сұмдық. Енді не болса да, әділдік барлығынан үстем түсіп, кінәлілер өз жазасын алады деген үміттеміз. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге барлығы түсінікті және танымды болды деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған сол байғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда жолыққанша, қош сау болыңыздар.